Екі күйеулі келіншек. 3 бөлім. Күздің бір күнінде екеуміз қалалық бақта қыдырып жүргенбіз. Нағыз ақындар жырлайтын алтын күз. Ұясына батуға асығып бара жатқан күн бізге жапырағы сиреген ағаштардың бұтақтарының арасынан сығалап қарайды. Қызылсары жапырақтар аяқтың астында кілемше жайылып жатыр. Анда-санда ағаш басынан бір жапырақ үзіліп түсіп, екеуміздің аяғымызға келіп құлайды. Бақтың ішінде адам аз. Екеуміз ғана қол ұстасып жүрміз. Өзі сөйлемейтін жігіт тіпті үндемей қалған. Мен не дейін, қолына ұстап келе жатырмын. Үстіндегі қоңыр плашының алдын ашып қойған. Ұзын бойлы, осындай көркем жігіттің жанында келе жатқанының өзі көңілімді қуантады. Парктың ортасында кафе бар еді, соған жақындағанымызда Ерік: "Мында кірейік, әңгіме бар", деді. Кафенің ішінде адам жоқ, тып-тыныш. Терезенің алдындағы бір орынға жайғастық. Сырт киімдерімізді шешіп, жанымыздағы орындыққа қойып қойдық. Мен білгелі қашанда свитер киіп жүретін Ерік бүгін әдемі киіп, ақ көйлек киіп, мойнына галстук тағып алыпты. Бір-бірімізге қарама-қарсы қарап отырмыз. Үндемейміз. Не әңгіме айтар екен деп ойлап қоям, бірақ сұрамаймын. Даяшы келді. Ерік: "Сен қалағаныңа тапсырыс бер", деді. "Жоқ, өзің бер, маған бәрібір", деймін. Қайталап ештеңе сұрамай өзі тапсырыс берді. Даяшы тағамдарды алып келгенше тағы үнсіздік басталды. Тамақ келгенде: "Тамақтансаңшы, кешкі ас уақыты ғой", деді. "Асың дәмді болсын", деп қасығымды қолға алдым. "Өзіңе де", деді де ол ыдыстағы наннан бастады. Үндемей тамақтанып отырмыз. Анда-санда көзі күлімдеп маған қарап қояды. Не әңгіме айтар екен деп ойлап тамағымды әрең ішіп отырмын. Залда екеумізден басқа жан жоқ. Әлдебір әуен баяу ойнап тұр. Даяшылар да көрінбейді. Bir кезде барып Ерік: "Гүлжан", деді де үндемей қалды қайта. Елең еткен мен оған қадалып қалыппын. Мені қашанда Гуля дейтін. Атымның Гүлжан екенін қайдан біледі деп ойладым. Осы балабақшаға келгелі менің өз атымды атаған адам естімедім. Тек құжатта ғана Гүлжан деп тұрғандай. Мүмкін алғашқы танысқанда өзім айтып қойдым ба екен, кім білген. "Гүлжан, маған күйеуге шықшы", деді бір кезде барып жалынып тұрғандай үнмен. Ол орыс тілді жігіт қой. Мен оның айтқанын ана тілімізге отырғанда осылай болды. Сол заманның ағымы ма? Біздің аймақта бәрі орысша сөйлейтін. Сондықтан олардың орысша ойлайтыны да белгілі ғой. Мен білетіндердің бәрі мектепте орысша оқиды. Жұмыста орысша араласады. Отбасыларында да орыс тілінде сөйлейді. Неге біз ана тілімізде сөйлемейміз? Деп қарсылық білдірген бір ұлттың азаматын көрмедім. Ауылдық жерлерде біз сияқты үйлерінде қазақша сөйлесетіндер де бар шығар. Оның өзі тек қариялары бар отбасыларында ғана шығар. Ана тілімізде сөйлемегендіктен шығар біздің мектепте сабақ айтқанда ойымызды анық жеткізе алмайтын кездеріміз болатыны. Сондықтан шығар Еріктің тілі бар мылқау атанғаны. Осылай қатты ойланып кетіп үндемей отырып қалсам керек, бір кезде Ерік: "Менің ұсынысым ұнамады ма?" дейді түрі адам айрылықтай болып. Тез есімді жинап: "Ұнайды", деппін ғой масқара болғанда. Ол менің жылдам айтқан түріме, мен оның адам аяғандай түріне қарап күліп жатырмыз. "Енді не?" деп сұраулы қарап тұр. Өзі көп сөйлемейтін адамға мен не деп сөзді көбейтейін. Басымды изеп иә дедім. Ол қолын созып менің екі қолымды ұстап: "Бүгін үйдегілерге айтайын ба?" деді де қуанып. Менің мамам және әжем бар деп мақтанғандай айтты. Мақтанса мақтанатындай екен. Біз 4 ағайынды бір ананың жолығына жете алмай жүрсек, бұл 2 ананың ортасында еркелеп жүр. Қызғанып кеттім. Сол аналарына мен де ортақ болатын болдым деп ойлап қойдым. 2 анам бар дегенге анаға зар болған сорлы басым іштей қуанып жүрдім.
Сонда 19-ға енді толған кезім ғой. Екенемнің менің жалғыз ұлдарын қызғанады-ау деген ойыма да кіріп шықпапты. Ене мен келін арасында бір ұлын, екіншісі күйеуін жақсы көріп, кейбір жағдайларда талас болатынын кім білген. Жанындай көріп өсірген жалғыз ұлын сырттан келген бір қызбен бөлісу оңай ма? Сонымен аз сөзбен көп мәселені шешіп қойғандай болып жүргенбіз. Бір күні Ерік менің туыстарым сенің папаңның алдына бару керек пе дейді. Керек шығар. Мен үйге барып әкем айтып келейін деп ауылыма тарттым. Үйге келмегелі біраз болған. Әкем мен інілерім келгенде үйде жоқ екен. Бір әйел есікті ашты. Басына орамал таққан, ұзын көйлегі, баяғы Африза тәтемізге қарама-қайшы ересек бір әйел мені үйге кіргізген соң, мен осы үйдің анасымын деп таныстырды өзі. Мен қызымын, атым Гүлжан деп таныстым. Ерікке ғашық болғалы жарты жылда үйге келмеп едім. Айтпаса да түсіндім. Әкем бір әйелді үйге кіргізіп алыпты. Ол өзін анасымын деп сенімді айтып отыр. Ішімді қызғаныш жалап өтсе де, бауырларым үшін анасымын деп отырған адамды неге жек көрейін? Маңайыма қарап қоямын. Үй тазарып, жинақыланып, балалардың бөлмесінде киімдері шкафтарынан шықпай қалыпты. Кітаптар сөрелерге жиналып, сабақ оқитын жеке стол қойылыпты. Мені сыртымнан жақсы білемей ештеңе сұрап әурелемеді. Кешке қарай әкем мен бауырларым келгенше ас әзірлеп күтіп отырды. Өмірімде бірінші рет өз үйімде өзім қонақ болдым. Біздің үйдің қазанын басқа бір адам қайнатып жатты. Қартайып қалғанның белгісі ме, жоқ менің өмірімдегі өзгерістің боларын сезе ме, әкем мені көргенде қуанғанынан жылап жіберді. Біздің үйдің ішінде ғана емес, үйдегілердің жан дүниесінде де өзгеріс бар еді. Тәтеңнің аты Жібек, ендігі анаң осы кісі деп таныстырды әйелін. Ұлдар баяғыдай бұзық емес, Жібекті апа дейді екен. Маған әкемнің таныстыру бойынша тәте деп атауға тура келді жаңа шешемізді. Тәтем әсіресе біздің кенжеміз Қуанышты қатты жақсы көріп, еркелетіп отыратынын байқап, мен қуанғанымнан бауырларымды құшақтап жылай беремін. Арғы жағымда осылардың ортасынан басқа отбасының отын жағып, қазан ұстауға кететінімді ойлап толқып та жүргенім бар. Құдайдың бір жарылқаған сол шығар. Сондай жаңа өмір жолында аттанарда әкем өзіне мейірімді серік тауып, менің көңілімнің алаңдамайтын болғанын айтсаңызшы. Үйдің жағдайы баяғыдай болса, әкем мен бауырларым жатап жүрсе, мен қалай үйден шығар едім. Мені алаңдатқаны тәтемнің тым жүдеулігі болатын. Өзі арық болғанмен үй шаруасында бір тыным таппайды екен. Қолы босса отыра қалып ұлдарға жын-шылық тоқиды. 3 күн үйде болдым. Мұндай бақытты өмірі көрмеген шығармын. Тамағым алдымда, қабағыма қарап отыратын ана орнында ана жүр. Әкем алаңсыз, бауырларым бағулы. Енді келген шаруамды айтатын болсам, кешке қарай әкем мен тәтемді қатар отырғызып алып, өз сыңарымды тапқанымда, енді тұрмысқа шығатынымды ескерттім. Оның әкесі жоқ, бірақ 2 шешесі бар деп, оның бар байлығын жеткізіп жатырмын. Әкем менің бойжетіп, сыңарым тапқанымды қуаныш көрсе, мен әкемнің сыңар тапқанына қуаныштымын. Алдымызға келсе күтіп аламыз. Мен жақында айлығымды аламын дейді әкем. Менің де мүгедекке төленетін зейнетақымды осы үйге келгелі бері алмай жүредім. Барып жиып келейін деді тәтем. Жүрегім су ете түсті. Ішімнен, бәсе неге сонша арық деп ойлап едім-ау деген миыма келіп қалды. Тәтем өздері жатын бөлмеге кіріп кеткенде әкем зейнетақысын Ленинскіден барып алады деп қалды. Мен тәтемнің қай жері ауырады деп сұрағанымша, тәтем кішкентай меруерт көзі бар сырға алып келіп, меруертті қытайлар бақыт тілегенде сыйлайды екен. Мынау әкең екеумізбен бауырларыңнан бақыт тілегенін деп қабылда айналайын деп құлағыма салды.
Мен рахмет айтуға шамам келмей бақыттан жылап тұрмын. Тәтемнің қолына қалай сүйгенімді көріп, әкем екеумізді құшақтап бауырына басты. Ұлдардың қуаныштан көздері жайнап, үшеуі сыбырласады. Шамасы менің күйеуге шығатыным олар үшін ерекше жаңалық болып тұрғандай. Қуанып жүрмін-ау, бірақ тәтемнің қай жері ауырады? Енді бір бақытқа жеткенде әкемнің қуанышы ұзақ болса деп әр нәрсені ойлап ұйықтай алмадым. Кеткенше әкемнен сұрауға ыңғай келмеді ме? Жүрегімдегі бір түйткіл болып кете бардым. Мені автобусқа бұл жолы қоңыр сұр жұмысшылардың киімін киген 4 еркектің ортасында жаулығын ағараңдап тәтем анам шығарып салып тұрды. Әйелдің орны бөлек екен-ау. Қараш, бесеуі қалай жарасып тұр. Қуаныш тәтемнің етегіне оралып алыпты. Осы көрініске көңілім толып, алдағы өміріме асығыс жолда кетіп бара жаттым. Алдымызға келсе күтіп аламыз деген әкемнің қиялы болмады. Еріктің шешелері той өткіземіз, сонда келгенде танысамыз деп орысшалау үйлену тойын өткізуге әзірленді. Амалым жоқ. Ауылға жедел хатпен той бәлен күні бәлен мекенжайда деп қана жөнелдік. Қарсы болғанда мені ұғатын кім бар? Жыладым да қойдым. Менің неменеге жылағанымды түсінетін ерік пе? Оның ойынша той болады, әкесі сонда келеді, сол кезде танысамыз деп жүр. Қайта әкем дер кезінде түтін түзетіп алған еді. Менің тойыма тәтем мен Қуанышты алып әп-әдемі болып келгенін айтсаңызшы. Әйел деген еркектің қабырғасынан жаралған деген бар ғой, сол рас шығар. Тәтем тіпті әкеме көрпе жастық ыдыс-аяқ арқалатып келіпті. Жатын бөлмесінің мебелі деп әжептәуір ақшада берді түйіншекпен. Анашы жетім қызда емес, жасау жабдықта жап-жақсы қалыңдық болып еріктің шаңырағына келін болып түстім. Мен де ортақ болатын болдым деп қуанған еріктің аналары қазақша киіндіріп қойған орыстың кемпірлері сияқты көрінді маған. Таза орысша сөйлейді. Шошқаның майына картоп қуырып, арақ ішіп, темекі шегетін кісілер. Тойда әкем мен тәтемді құдалар жағы араққа зорлап, тіпті әкемнің өзіне ұнамады ол қылықтары. Кетерде, балам, мыналар араққа әуес екен, байқарсың, күйеуің ішіп кетпесін деген ескертуде айтып қалды. Қанша әйелсіз жүріп 4 баланы жалғыз бақса да, менің байғұс әкемнің үйге мас болып келгенін көрген емеспіз. Менің күтуші болып жұмыс істегенім енелеріме ұнамады. Күтуші деген немене, тәрбиеші болмаған соң, күту керек болса бізді күт. Сонау орталыққа таңертең кетіп, қараңғы түскенде келесің. Сонша қанша ақша табасың деп әсіресе өз енем қоймады. Маған ара түсетін ерік пе? Үндемейді-ау, үндемейді. Өзі кейде кештетіп көзі күліп, шарап иісі шығып келеді. Сөйтіп жүргенде аяғым ауырлағанын сездім. Енем естігенде қуанған шығар. Болды, енді жұмысқа барма, өз балаңа күтуші боласың деп күлді. Сонда да маңайымда шүпірлеп жүретін бүлдіршіндерімді қимай, декреттік демалысқа шыққанша жұмысқа барып жүрдім. Тұңғышым қыз болды. Сүтпен көтеріп екіншісін тудым. Ол да қыз болды. Үшіншісін қалай көтеріп қалғанымды білмей жүргенде тағы қыз тудым. Үшінші қыз туған соң-ақ енелерімнің ойбайы басталды. Мына үшеуін бағып шаршадық деп жасы үйден қашып қыдырып кетеді. Үлкен әжеміз басқа бөлмеге кіріп шықпайтын болды. Жұмысқа шығу деген жайына қалды. Дәрігерге қаралып сақтанатын жол сұрауға үйде балалармен тірліктен босамаймын. Сөйтіп жүргенде 4-ші қыз тудым. Мен балалармен алысып жүргенде төркініме бара алмадым. Әкем немерелерін көрейін деп бір келгенде тәтемнің ауырып жүргенін айтты. Сонда не ауру деп сұрағанында, бұрын туберкулездің жабық түрі еді, биыл жиі ауыра береді деп қиналды. Оның қабағындағы көлеңкені көріп ышқынып кеттім. Барып қарасуға жағдайым жоқ. Дәрігерге қаратайық дей беріппін. Енді қайтейін? Келер жылы тағы аяғым ауыр екенін айтып едім. Күйеуімнің шешелерінен қорқатыны сондай. Сол қызымды туғанша сездірмеуге тырысты. Мама шаршап жүр,
енді ренжитін болды. Ең болмаса ұл тусаң екен деп те қалды. Жыларалатып қызды топырлатқаныма айтпаса да өкпелі көрінеді. Өзі ішудің ашық түріне көшті. Балалар ұсақ, маған қарайласудың орнына күнде қызуланып келеді. Абырой болғанда ұрыс шығармайды. Өз төсегін өзі тауып шешінбей жата кетеді. Енем бір күні менің құрсағымды байқап қалды. Мен бірдеңе бүлдіріп қойғандай белін таянып жанына жетіп келді. «Ей, сен тағы екіқабатпысың?» деді. Не дейін үндемедім. «Ана 4 қыз саған аз ба? Байлап тастамайсың ба? Ол бәлеңді», деді ұялмай. «Үндемеймін. Кешке легенге ыстық су құйып соған отырғызамын, түсіресің. Ана кемпір өлгелі жатыр. Сен 5-ші қаншық туғалы жүрсің?» деді жертепсініп. Қорқып кеттім. Іштегі балаға 6 ай болып қалған, қимылдайды. Әжеміз басқа бөлмеде қиналып жатыр еді. Соған жаны ашып кетіп, ашуланған шығар деп төмен қарап жылай бердім. Неден осынша жазықты екенімді өзім де түсінбеймін. Заңды күйеуім бар, Құдайдың берген баласын туып отырмын. Енем сол күні қызулау екен, қойсашы, жер жебіріме жетті. Кешкі тамақ жасап, балаларды жуындырып, енелеріме тамақ беріп сүрініп жығылғалы жүрген бір кезде енем «Бері кел, бері!» деп айқайлады. Дәлізден дауысы шығып еді ғой деп жетіп барсам, шынымен темір легенге буы шыққан су құйып қойыпты. Соған зорлап отырғызатынын біліп айнала қашып сыртқа шығып бара жатыр едім, шап беріп халатымнан ұстай алды. «Қаншық отырасың ыстық суға?» деп сүйреді. «Маматай, қойыңызшы, бұдан кейін тумаймын» деп мен есікке ұмтыламын. Сөйтіп тұрғанда халатымның етегі дар айырылып босанып кеттім де сыртқа атып шықтым. Біздің керісті күйеуім жатын бөлмеде естігенмен шықпайды ғой. Балалар у-шу болып мамалап, естияры жетіге қарап қалған үлкен қызым әжелеп шыңғырып жылап жатыр. Оны естіп жатқан әкелер жоқ. Балалардың есігін сыртынан әжесі орындықпен тіреп жауып қойыпты. Атып шыққан қалпымда көшеге жүгірдім. Енді қайтейін? Бірақ дауыстап ешкімнен көмек сұрамадым. Көрші Мақсұт атаның үйіне жетіп жығылсам болды деп армандадым. Маңайда содан жақын үй жоқ еді. Қайта енем бар даусымен боқтап артымнан айқайлап қуып келеді. Аяғым жалаң аяқ еді. Табанымнан көктемгі суық өтіп барады. Осынау сұмдықтан шошынған ішімдегі балам да бүрісіп қалғандай. Бір бүйірімді қап-қат етіп ауыртып келеді. Шашымды осы үйге келгелі бері қысқартуға да жағдайым жоқ, өсіп кеткен. Сол жалбырап, халатым желбіреп, жалаңаяқ жалаңбас шайтанға ұқсап, Мақсұт атаның үйіне есігін аша сала алқынып кіріп бардым. Мына түрімнен шошынып кеткен болса керек кемпірі «Бісміллә, Гүлжантай, сенбе шырағым» деп отырған орнынан атып тұрып құшақтай алды. Ата төрдің алдында отыр екен, маған таңырқап қарап қалды. «Ата, апа мені өлтіреді» деп жылап жібергенімше енем де кіріп келді. «Қашатын жер тапқан екенсің, ауыл байлар бір-біріңді тауыпсыңдар» деп тағы басқа орысша жаман сөздерді қосып ұрсып жатты. Кемпірді құшақтаған қалпымда есімнен танып кеттім. Есімді жиғанда ауруханада жатыр едім. Қайсыбірін айтайын, бойымдағыны тастап қойдым. Еркек бала екен. Соны естігенде ішім өртеніп, ерікке деген жүрегімде бір тас қатып қалғандай болды. Мамам мен әжем ұл бала екенін естіп жылады, деді мен ауруханадан шыққанша өзінше көңіл білдірген күйеуім. Мені қуалап жүріп баламды тастаттырғанына енем кешірім де сұрамады. Егер ол ұл болмаса, мен адам емес сияқтымын. Енді ерік ұлымнан айырылдым деп аңырап айлап ішті. Есіктің алдында жаздық үй болушы еді. Соны ала жаздай үлкен інім Талғатты шақырып алып жөндетіп пеш құрғыздырдым. Енелеріммен көңілім қалған сондай. Сол үйге тәтем жасап берген жасауымды алып бөлініп шықтым. Ерікке үндемедім. «Сен не істеп жүрсің?» деп сұраған бай болса айтар едім ғой. Сол баяғы мылқау. Екі үйдің ортасында жүр. Ішпеген күні менің жанымда қонады. Ішкен күні шешесінің үйіндегі бала күнгі төсегіне барып паналайды. Оңаша шыққалы айқайлап күліп, еркін ойнап қыздарым жетісіп қалды. Үлкеніме қолым босаса әріп үйретемін.
Бір күні әкемнен хабар келді. Тәтем қатты ауырып жатыр дейді. Баяғыда емес, бөлек үйге шыққалы кішкене болса да өз-өзіме билік ете бастағам. Шешем ауырып жатыр, ақша тап барып келейін деп еріктің құлағын жеп жүріп бірдеңе алып ауылға тарттым. 4 қызды да ала кеттім. Әйтпесе оларға қарайтын әжелердің түрі анау. Дәу әженің де жағдайы қиындап кеткен. Соған ие болса да жетер. Әкемнің неден осынша соры қалың екенін қайдам. Мен келгенде тәтемнің жағдайы тым ауыр болып қалыпты. Соның өзінде байғұс әйел, Гүлжантай, келгеніңе рахмет қарағым. Өзің үйін қой, балаларға тамақ беріп еркін жүріңдер. Мен осындай болып қалдым ғой деп жатыр. Қайран тәтем, біреулер бар денсаулығын құртып, арақ ішіп, туған бала-шағаны қуып жатыр. Сен болсаң тумаған бізді бауырыңа басып, бір күн жарық күн үшін күресіп жатырсың деп ойлаймын да. Тәтеме қараған сайын көзімнің жасы тоқтамайды. Тәтемнің баласы кенжеміз қуаныштан қабағы түсіп, көңіл күйі жоқ. Бала болса да бір бәленің, жетімдік деген сұмдықтың тағы келе жатқан іші сезетіндей. Туған анасынан жөргекте қалып еді. Енді мүшелге толмай, баққан анасынан айырылғалы отырған нағыз тас жетім бауырымды аяғанда ішім өрттей жанады. Құдайым-ау, қайтсем тәтеме шипам тиеді деп жанашырдым. Ал ойымен балды спиртке қосып ішсе пайдалы дегенді естіп сонда жасап бердім. Әкем қой сойып сорпалатып та жатырмыз. Шырағым-ай, мені қаншадай күттің ғой, балаларыңның рақатын көр деп батасын берді. Әкем күндіз жұмысқа кеткенде екеуміз әйелдерше сырласып та аламыз. Мені тегі тәтемді білмеппін ғой. Оны біле түскен сайын Құдайдан осындай парасатты жанды бізге қишы деп тілеумен болдым. Тәтем соғыстан кейін ата-анасыз қалып балалар үйінде өседі. Жоғары білімді ұстаз. Күйеуге уақытында шыққанымен бала таппайды. Содан күйеуі өлген соң көп жылдар жалғыз жүріп әкеме кездеседі. 3 ұлға деген махаббаты үшін болса да, тәтем аман қалу керек деп іштей заршылаймын. Менің де мүгедекке төленетін зейнетақымды осы үйге келгел бері ала алмай жүр едім. Барып жиып келейін деп баяғыда менің тойымның алдында айтқанын естігенде дереу емдеткенімізде тәтем осындай халге түспес пе еді деп іштей мүжілем. Біз анадан ерте айырылдық та ананың махаббатын не екенін білмедік қой. Тәтем соның орнын толтырғаны сондай. Ұлдар түгілі, мен енді одан айырылғым жоқ. Тәтемді қимай түнімен жылап шығам. Өзімнің отбасындағы қиындықтарымды ұмытып қалдым. Анамның амандығының жанында ағайынға деген өкпе-наз әшейін екен. Қыздарым үшін аман жүргім келеді. Әкесі жетім, мас жетім, анасы жетім, тас жетім деген осы. Мен қанша бақсам да әкемнің соры қайнап әйелі өліп қалды. Мен қайырымда парасатты тәтемнен, бауырларым тағы да аналарынан айырылды. Әкемнің сол күндегі қайғысынан оның 4 бүктеліп қалғанын ешбір сөзбен жеткізе алмаспын. Қараймын да жылаймын. Басқа не істейін? Папам тәтемді сондай жақсы көрген екен ғой деген ойда келді. Мені ерік осындай жақсы көрер ме екен? Бір айдан асты ең болмаса телефонмен мен түгелі балаларының жағдайында білмеді деп өкпелеп қалдым. Тәтемнің жетісін өткерген соң қыздарымды жетектеп қалаға қайттық. Менің әкемнің қара шаңырағы баяғы қаралы күйге түсіп, жарсыз анасыз мен шығарып салды. 4 еркек көздер жәудіреп суық үйде қалды. Қайран тәтем, біздің аз жылғы қуанышымыз. Бір айдан асты ең болмаса телефонмен мен түгел балаларының жағдайында білмеді. Тумаса да шешем емес пе? Соған көңіл білдірмеді деп өкпем қара қазандай болып оралсам, мұндағылардың өкпесі түгел жүрегі қара тастай қатып отыр екен. Дәу әжеміз қайтыс болыпты. Енем қақпадан кіріп келе жатқан мені көргеннен жырды бастап жіберді. Күйеуіңнің үйінен әжесі өліп жатқанда қайдағы бір өгей шешені сылтау етіп барып жатып алдың. Келмей-ақ қоймадың ба? Баламда әйелсіз қалар деп келдің бе? Деймә, әйтеуір біразға дейін тоқтай алмады. Ерік бізді көріп қуанып қалды да балаларға ұмтылып, қыздарым менің деп бастап еді. Шешесі, немене сонша жалбыр шаштарың санып қалдың ба?
басында осылар ма саған көктас құятын деп жұлынды. Анасынан бата алмады ма, ерік бас салбырап үлкен үйге кіріп кетті. Мен балапанын ерткен мама қаздай өзімнің жаздық үйіме қарай мамырладым. Қанша айтқанмен әкесі емес пе, кешке қарай балмұздағын алып еріп келді балаларына, үйіріне қосылған ата қаздай. Сол жолы үйіміз суық болып қыстан әрең шықтық. Отын суымызды дайырлайтын әкелі ішіп жүрген соң, үлкен екі қызым көшеден қолдарына түскен тақтай ағаш көрсе үйге тасиды. Жолдың жиегінде жатқан бөтелкені де қалтамызға сала қоямыз. Балаларға беретін азғантай жәрдемақы бар, әйтеуір күн көріп жүрдік. Таң азаннан енемнің үлкен үйіне от жағып, жуып тазалап беремін. Күнара тамағында пісірем. Арасында пияз, картопынан, ет күрішінен ұрлап алатын да болдым. Ерік көбінде сол үйде. Ішпеген, есі бар күні бізге келеді. Онда да мені мазалау үшін. Сөйтіп қыстан өлмегенге құлға келді жаз деп шыққанда тағы екіқабат екенін сездім. Бұл не бәле, еркек жолап кетсе екіқабат болам. Түрім мынау апарық. Енді 5-ші баланы қалай бағамын, алдырып тастасам ба екен деп басым қатты. Ақылдасар кім бар? Ішпей келген күні ерікке айтып едім. Мүмкін өткендегідей ұл боп қалар, қалдыршы деп еркек болып бір өтініш айтты. Сөйтіп қарсы болған жоқпын. Бұл жол не десе де ел о десін дегендей қарымды қампайып тұрып үйін тазалап, тамағын жасап жүрсем де енем үндемеді. Күзге салым 5-ші қызды тудым. Артымнан іздеп келген жан болмады. Қыздар қайтып жатыр екен деп ойласам, перзентханадан тұра қашқым келеді. Бұл жолы ауыр босандым. Қайта жаным қалғанына шүкіршілік етейін деп өзімді сабырға шақырдым. Жанындағы босанған келіншектер сорпа суынан бөлісіп, тамақтан кенде болып жатқан жоқпын. Тек көңілім жарым. Ертең шығарамыз деген күні перзентхананың бас дәрігеріне бардым. 5 биенің сабасындай қазақ апа екен. Жағдайымды айтып, үйіме дейін апартып тастауын сұрадым. Мені тыңдап болып: біздің қазақтың сонысы жаман, қызды бала демейді. Қарашаны орыстарды қартайғанда қыздары бағады. Әлі-ақ осы 5 қыздың көресің жақсылықты. Сонда күйеуінің көзіне шыққып отырасың деп қояды. Балаңа жайлықтарың бар ма? Бірдеңелер ала келгем. Жарайды, оны ойластырармыз. Сен өзің шына сақтайсың ғой. Енді тусаң өлерсің. 1 айдан кейін кел. Саған бала көтертпейтін амал жасатып берейін. Енді осы 5-еуіне ие бол. Қыздарға ана керек, өзің сақта деп шығарып салды. Ертесі таңертең балама бір қорап жайлықтармен маған бір бума гүлі бар бас дәрігер апай келіп тұр. Мені кезекші дәрігерге қосып, өзінің көлігімен үйге жеткізіп салды. Қыздарым қуаныштан жүректері жарылып қарсы алды. Сағынған аналар келіп, ол бөпе алып келіп естер шықты. Үлкені жүгіріп әжесіне кетті. Үй суық екен. Баланы сол ораулы қалпында төсекке тастай сала, белді буып тірлігіме кірісіп кеттім. Алдында ішіп жүрген болар, енем екі көзі ісіп, беті табақтай болып талаурап келіп тұр. Мама, қалайсыздар дедім мен мына сорлының несіне маған перзентханаға келмейді деп өкпелеймін деген оймен. Кешіріммен барып қолын алғым келіп: не болды, тағы жалбыр шашпа? Сен не қоймадың, не қызға тоймадың деп асылықпен мені жәбірледі. Мен де қашанқыштайын: не болыпты, қыз жаман болса сіз екеуміз туылмас едік, дедім аузыма алғаш келгенін айта салдым. Әй, саған тіл шығайын депті ғой деп аларып қарады. Екі шешелердің сөзге келісіп қалғаннан қыздарым үрпейісіп қалды. Биыл бізге отын мен көмірден қарасыңыз, ерікті білесіз деп қыздың жағдайында айтып үлгердім. Сол кезде кішкентай жылай бастады. Енем сазарған қалпы шығып кетті. Сол жылғыдай өмірімде ұзақ қыс болмаған шығар. Мені қалжалату қайда? Енем ағашпен көмірін бөлісуге де жарамады. Өлместің күнін кешіп 4 баламен бауырымды жылтып, қара шаймен нәрестеге кеудемнен сүт шығарып қыстан аман шықтық. Маған жоласа бала табады деп қорықты ма, ерікті шешесі менің үйіме қарай бастырмай қойды. Қашан көрсем басы былғаңдап жүретін болған соң,
содан бір көмек болады деуді ұмыттым. онымен көрші сияқтымыз.